Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін мен сіздерді Wordwall платформасымен таныстырғым келеді. Бұл платформаны сіздер сабақтың өн бойында пайдалана аласыздар. Мысалы, мен бүгінгі өзімнің сабағымда үй тапсырмасын өткен тақырыпты қайталау мақсатында пайдаландым. Мысалы, бұл жерде өткен сабақтар бойынша сұрақтар берілген. Барабанды айналдыру арқылы сіздер кез келген бір оқушыдан осы жаңағы сұрақты қоя аласыздар, түскен сұрақты. Мысалы, арифметикалық прогрессия қандай жағдайда келмелі болады? Оқушы жауап бергеннен кейін, устранить дегенді басып, сұрақты алып тастап, қалған сұрақтарды басқа оқушылардан сұрай алсаңыздар болады. Арифметикалық прогрессия дегеніміз не ол? Ол яғни арифметикалық прогрессия екі болса, соның бір-біріне қосылса, екі қосылған екі, төрт қосылған екі, алты, солай еселей береді. Иә, сандар тізбегі әрбір келесі мүшесі қандай да бір санға қосылып отырады, иә? Иә, жақсы отыра алады. Әзірке. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесін табу формуласы.